Армысыздар, құрметті көрермендер. Бразилияда өтіп жатқан 2014 жылғы әлем біріншілігіне арналған әлемдік мундиал бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Аршат Оразов мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Бразилиядағы әлем чемпионатының жартылай финалдар ойыны толығымен аяқталды. Алда тегенді финалдық кездесулер қалды. Алғашқы әңгімеміздің әлқисасын Бразилия Германия кездесуінен бастасақ, жалпы Бразилия әлем чемпионатын осымен екінші рет қабылдап отыр. Бірақ оларға өз жерінде чемпион болу бақыты бұйырмай жүр. Осы неге Бразилия өз жерінде чемпион бола алмай жүр деген сұраққа жауап бере аласыз? Бұл жерде кішкене психологиялық фактор да бар да. Өйткені өзің алаң иесі болғандықтан халықтың да, медианың да несі көп болады. Көзқара жалпы, иә. Соның бір ауыртпашылығы болады да. Қысым дейсіз ғой. Иә, үлкен бір жауапкершілік сезінеді. Сондықтан бір бұл психологиялық тұрғыдан да бір сын. Солай деп ойлаймын өзім. 2002 жылы Бразилия өзі 5-ші рет топ жарды. Ол кезде жаңағы құраманың бір жарқырап, содан кейін осы біз Бразилияның бір жарқырап өнер көрсеткенін көрген жоқпыз. Осыны буын алмасу процесі бір ұзақ жалғасып жатыр деуге болады ма? Солай деуге болатын сияқты, өйткені қазіргі құраманы қарасақ, жарқын жұлдыздарды айта алмаймыз. Мысалы, Неймардың өзі әлі әлемдік футболда өзін таныта алмаған адам. Тек қана мысалы Неймар ол жерде айтылатын. Мысалы бұрынғы біз көрген Бразилияда қандай еді? Әрқайсысы жұлдыз еді. Әрбір шепте. Тафарелден бастап, Қорғаныстан бастап, неге дейін барлық шетте өзінің жұлдыздары болды. Ойынды өз жалғыз алып шығатын адамдар болды. Қазір құрам мүлде олай емес. Қазір Қорғанысқа берілген ойын бар. Жаңа өйткені мысалы, сіз айтқандай бір шепте бір емес 2-3 футболшы болды жоғары деңгейлі ойында. Қазір жаңа Неймар мен Силва кеткенде орын басатын ойыншы табылмай қалған сияқты. Солай болып тұр. Енді бұған жаңағы елдегі спортқа деген көзқарастың өзгергені ме, жалпы осындай талантты көп шығаратын елден бұндай дефициттің пайда болуы не себеп? Мүмкін селекция дұрыс болмаған шығар деп ойлаймын. Мысалы, Какамды ойнатуға болатын еді, Робиньоны. Роналдино бар. Роналдиньоның өзі бір адамдарға рух берер еді. Бір команданы алаңда бар болған өзі жетпей. Команданы сүйреп шығатын бір лидер еді, мысалға. Сондай бір нақты лидер жетіспеді деп ойлаймын осы жолы. Жаңа Германиясы осы ойында жетіп ол соқса да бір өздерін жаңа аспанға секіріп немесе жер тепкілеп бір қуаныштарын қатты білдіре қойған жоқ. Бұлардың осындай салқын қанды болуы жаңа туа біткен қасиет деуге болады ма? Ол бір жағынан кәсіпқойлық деп те айтуға болатын шығар. Өйткені қарсыласты сыйлау ол да бір маңызды нәрселердің бірі. Оның үстіне жаңа сол елдің құрамасымен ойнап отқан. Әрине, ол алаң елдер ойнап жатыр, және ол 7-1 болуы бір сол ойынның нақты есебі деп айтуға болмайды. Өйткені ол шынымен үзіліп кетті ойын бірінші таймда. Ол 10-1 болуы да мүмкін еді. 7-1, 4-1. Яғни ол жерде есеп маңызды емес. Сондықтан немістер өйтіп қуанбады деп ойлаймын. Ағылшынның атақты шабуылшысы Гарри Линкер айтқан екен де, қазіргі кезде телеарнада бір футбол сарапшысы болып қызмет істейді. Ол егер сізде бірінші таймдан кейін есеп 5-0 болғанда өзінің Twitter парақшасына былай жазған. Егер Бразилия қақпасына Хидираның өзі гол соқса, онда жағдайларыңыз мәз емес деп. Сол Линкердің сөзіне алып қосаңыз бар ма? Ол мысалы Хидираның өзі гол соқса деп айтқанда, кішкене бір бұл жерде. Енді қорғаушының өзі гол соғып тұрса, сенде жағдайларын түсінікті деген сөз ғой. Бірақ Линкердің айтқан мынандай бір нәрсесі бар. Футбол 22 адам ойнайтын, бірақ соңында немістер жеңетін ойын деп. Яғни ол немістерде бұрыннан бері келе жатқан бір жүйе бар. Сол жүйеге ол бостан босқа неміс машинасы деп аталмайды. Тәртіп бар, сауаттық. Жалпы енді Бразилия биыл енді бапкер таңдауда қателесті дей аламыз ба? Бапкерлер мысалға Сколяри мен Феррейра бар қасында. Ешқандай қателік жоқ сияқты, бірақ сол құраманы жасақтау жағынан қате кеткен сияқты. Сколяри шақырған ойыншыларға қателесті деп ойлайсыз. Енді мысалы Бразилияда таланттар көп екеніміз білеміз, бірақ енді дәл қазір Неймардан басқа көшбасшы бола алатын ойыншылар бар ма? Жаңа шақырылмаған ойыншыларды қоса есептеген кезде құрамада. Кака болу керек еді деп ойлаймын. Оның әлі де бір айтары бар дейсіз ойлайсыз. Сосын енді келесі екінші ойын жаңа Аргентина Голландия кездесуі болды. Енді Аргентина бір ойыны әлі күнге дейін жанкүйерлердің көңілінен шықпаса да жаңа нәтиже көрсетіп келе жатыр. Оған не айтасыз?
Аргентина шыны керек кеше Жерард айтқандай тек бір адам арқылы тұрған ойында барлық ойын сол Месси арқылы жүреді. Сол жағы кішкене ұнамай отыр. Негізі Аргентинадан көп нәрсе күткенмін осы чемпионатта. Кешегі ойында шынымен олардың финалға шыққанын қаламап едім іштей. Сүренсіз ойын көрсетті дейміз ғой. Жаңа кім олардың жаңағы жартылай қорғаушылардың бірі Ди Мария жарақатына байланысты қатыса алған жоқ. Сол енді Ди Марияның жоқтығы білініп тұрды ма? Ди Марияның жоқтығы сол қанаттарда кішкене босаңсу болған сияқты, соның жоқтығы білінген сияқты кешегі ойында. Ол Мессиге бір жақын пас шығаратын, жақсы көмекші еді да ол қасында жүрген. Кеше Месси де жалғыз қалған сияқты болып қалды, менің ойымша. Енді қарап отырсақ, жаңағы Месси бастаған жігіттер Иран, Швейцария, Бельгия болсын, бір доп айырмашылығымен ғана өтті. Кеше Голландияның пенальтиден жеңді. Сабилия шәкірттеріне сәттілік жолдас болып жүр дей аламыз ба? Былай қарасақ, сәттілік Голландияға да болған сияқты. Соңғы жақсы қарқынмен бастап, соңғы екі ойынның екеуінде де 0-0 аяқталды. Одан кейін пенальтимен. Біреуінде шынымен енді сәттілік бір жағынан Коста-Рика жағында болды, одан кейін пенальти жағында Голландияға қарай кетті. Кеше олай болған жоқ. Екі команда негізі тең өнер көрсетті ғой кеше. Негізі сәттілік деген нәрсе күштілер жақта болатын нәрсе. Мықтылар жағында. Әрине. Бангал де осы чемпионат өзінің бір тактик екенін көрсетті, бірақ кешегі тактикасын енді қандай баға бересіз? Кешегі ойында енді екі жақты да түсінуге болады, өйткені ол жартылай финал ғой. Ол финалдан бір адам ғана қалып тұрған жерде ешқайсысы да үлкен тәуекел жасай алмайды. Олар енді осындай нәтиже болуы мүмкін екенін алдын ала дайындалды 120 минутқа. Енді сол жағынан екеуі де қорқып ойнады деп ойлаймын кешегі ойында. Сосын жаңағы Аргентина қорғаушыларын осы көп адамдар сынайды, бірақ алайда олар жаңағы әзірге бір қателік жіберіп жатқан көрінбейді, өздерінің бір сенімді өнер көрсетіп жатқан секілді. Сіздің ойыңызша қалай? Менің ойымша сол, мысалы ертең финалда Аргентина қорғанысы өткендегі ойындарда ойнайтын болса, олар Германияға төтеп бере алады деп ойлаймын. Өткен мысалы қарасаңыз, Швейцариядан гол жіберген жоқ, Бельгиядан жіберген жоқ, кешеде Голландиядан жіберген жоқ. Германия ол ашық футбол ойнайтын командалармен жақсы ойнайды да, бұл қатаң қорғаныс болса қиналып қалады. Өйткені оны мына елден Гана матчынан да көрдік. ақш-қа да, Алжир жақсы қорғаныс жасады. Франция матчында да олар қатты қиналды. Егер Аргентина дәл осылай ойнаса, және Мессиге кішкене ашық алаң қалатын болса алдыңғы жақта, олар нәтижеге бара алады деп ойлаймын. Қазір барлығы фаворит ретінде Германияны көрсетіп отыр. Букмекерлердің өздері сөйтіп отыр. Мысалы, бірінші кешегі матчқа дейін Германияның чемпиондығының коэффициенті 1,7 болып еді. Түсіп отыр 1,57 шейін. Бірақ мен қазір олмен келіспеймін. Аргентина егер осы жүйесін бұзбай ойнайтын болса, нәтижеге жете алады олар. Енді мысалы Голландия ширек финалда Коста-Риканы жеңді. Ол кезде жаңағы өзіңіз білесіз, қақпа соңғы минутта қақпа соғыстырған болатын. Кешеде сол тәсілді қолдану керек пе еді? Мысалы пенальтиге Крулды шығарды алғашқы ойында, Коста-Рикаға қарсы ойында. Кешегі ойында енді үш ойын алмастыру несін ол барынша қолданды ғой. Енді қарсыласы Коста-Рика емес, Аргентина. Сондықтан ол жағынан ондай мүмкіндік болған жоқ. Коста-Рикамен әрине, оған алдын ала дайындалған сияқты. Егер жаңағыдай пенальти жағдай болып қалатын болса, Крул шығатындай қылып, кешегі ойынмен ол салыстыруға болмайды қарсыласты. Енді мысалы Германия мен Аргентина осыған дейін 1986 және 90 жылдары финалда кездескен болатын. Енді ол алма кезек чемпион болды. Енді бұл жолы қай құраманың бағы жанады деп ойлайсыз дәл қазір енді сіздің ойыңызша? Үшінші рет финалда жолығып отыр екі құрама. Енді негізі ойын тең аяқталуы мүмкін деп ойлап отырмын финал. Қосымша минуттар болады деп ойлайсыз? Бірақ қазіргі барлық жерде фаворит Германия болғанмен, менің ойымша Аргентина ала алады деп ойлаймын. Аргентинаның ойыны қанша ұнамаса да, егер ол осы схемада қалатын болса, осы жүйемен
олар неміс машинасына түзеп бере алады. Германияға неге сенбей жатсыз? Олар енді қазіргі кезімізде жанкүйерлер жаңағы голды мысалы Аргентина 7 доп соқты ма соған дейін. Германия бір ойында соғып тастады деп жатыр жанкүйерлер. Жоқ, ол матчпен өлшеуге болмайды. Ол жаңа айтқандай оны бір форс-мажор деуге болады, авария деуге болады. Ол ешқандай өлшем емес. Керісінше оның барлығы сол Германияға зиянын тигізетін сияқты. Алдын ала барлығы фаворит жақпайды. Сол психологиялық жүк болуы мүмкін оларға. Алдын ала барлығы чемпион деп қоюы сол жағынан бір қате кетуі мүмкін. Енді сіз өзіңіз қандай финал күтесіз мысалы? Пенальти сериясына дейін жалғасқанын ба, әлде қосымша минуттарды жаңа бір алтын голға бергісіз, бір шешуші гол соққанын күтесіз бе? Бірінші голға дейін болатын сияқты ойын. Бірінші гол соққан команда ұтады. Соңғы жағында келуде мүмкін. 90 жылғы финал мен әлі есімде. Өзім ең бірінші қараған чемпионат. Ол жерде пенальтимен Бремен соқты. Ойын соңғы минуттарда. Бұл жолы да кім бірінші гол болса алады, сол ұтады деп ойлаймын. Ал егер жаңадай пенальти бола қалатын жағдай болса, оны Ромеро алып шығады тағы да. Германияның қорғаушылары сенімді дей аламыз енді жаңа Аргентинаны айтып жатыр енді Германия қорғаушыларына. Қазір енді Венеди, Хеведес, Боатенг, Ламбар, Хумес бар. Олар енді Мессиді ұстай алады ма жалпы? Екі адам байлап қоймаса. Негізі Германияның қорғанысында ашық жерлер көп та, оны байқап отырмыз. Нойер жауып жүр, соңғы қорғанышы болды. Финалда мұндай қателіктер жасамау керек деп ойлаймын. Жаңағы осы жерде сөзіңіз аузында бір көпшілік айтып жатыр да, мысалы қорғаушылар Нойерге сенеді деп, Нойер көп жағдайда өз несіне қақпасынан шығып кетеді, сондықтан жаңағы қорғаушылар кейде сеніп қалады да қателесу мүмкін деп. Осындай қателіктер орын алуы мүмкін ба? Кейде енді жаңағы допты артқа беріп, кейде Нойер бар деген сияқты. Нойердің ондай қателіктерін бәріміз де көрдік қой, Қазақстан құрамасына қарсында. Соққан. Сондай нәрселер бар жігіт қой өзінде. Сондықтан бірақ енді финал матчында ол қорғаныс кішкене салмақты ойнайды деп ойлаймын. Дегенмен бұл финал енді барлығын көреміз. Бір топырлаған голдар болады деп ойламайсыз? Жоқ, ондай көп гол болады деп ойламаймын. Екінші ойын, үшінші орынға талас болды. Жаңа Бразилия мен Голландия арасында өрбиді. Енді бұл осыдан 4 жыл бұрын бұл екеуі бір-бірімен кездескен болады. Бұл кезде жаңа еуропалықтар жеңіске жеткен еді. Осы жолы енді аланиялар сол кеткен есені қайтара алады ма? Кешегі 7-1 соққыдан кейін оларға қазір енді керек ондай психологиялық тұрғыдан да бір жеңіс керек. Бірақ енді Голландияда өзін жақсы көрсеткен елдердің бірі ғой. Сондықтан екі жақтан да көп гол болады деп ойлаймын, ашық футбол. Қайсысы көбірек салады, солар жеңеді. Оны білмеймін қазір кім айтты. Ал өзіңіз кімге жанкүйерлік етесіз осы ойында? Қайсысын жеңгенін қалайсыз? Чемпионаттың басында фаворитім Бразилия еді, одан кейін ең бірінші ойын Хорватиямен ойнағаннан кейін ойын өзгерді. Негізі Европалық командалардың ойындары ұнады. Францияның, Голландияның. Сондықтан үшінші орында да Бразилия ала алмайды ау деп ойлап отырмын. Енді бұл үлкен соққы болатын секілді, егер үшінші орын алмаса. Жоқ, бірінші орын алмағаннан кейін қатты маңызды емес деп ойлаймын, үшінші орын алғанда. Оларға енді үшінші орын емес сияқты ғой, өйткені 5 дүркін чемпионда. Қазіргі кезде де сондай-ақ жаңағы 6 доппен Хамес Родригес жаңағы сұрмендерге көшін бастап тұр. Енді оны қуып жетуге Месси мен Мюллердің мүмкіндігі бар екен рас. Жалпы Хаместі бұл екі ойыншы жете алады ма? Хамес Родригесті қазір 6 гол болғанмен кімдер жетіп алса егер. Екеуден финалда ойнайды ғой, Месси де Мюллерде. Ойын санына қарайды да, ол жерде кімнің ойын саны аз, сол үздік бомбардир болады. Ол жерде Родригес болады деп ойлаймын. Ол үшін Мюллер 2 гол озып кетпесе. Бірақ финалда жаңа айтқанымда көп гол болады деп ойламаймын. 1 голмен ойындағылар шешілуі мүмкін. Жалпы чемпионаттың үздік ойыншысы болады деп кімнен күтесіз? Осы биыл мысалы 4 жыл бұрын чемпион болмаса да Уругвайда Форлан алды. Алдында мысалы Зидан да, ол да Францияда чемпион болған жоқ. Германия құрамасының ойыншылары болады деп ойлаймын. Басты енді үміткерлерде кімдер нақты атай аласыз ба? Мюллерді атауға болады.
Мюллер ал Мюллер ол тек қана гол соғу жағынан емес, жаңағы пас шығару жағынан да, барлық жағынан да, ол басқа ойыншыларға алаңға шығу жағынан да, барлық жағынан жақсы көрсетті деп ойлаймын. Жас ойыншылардан Хамис айтуға болады, қақпашылардан кімді айтуға болады? Нойер бар. Енді жаңағы біз биылғы чемпионат өзіңіз білесіз, Қақпашылардың чемпионаты болды, кейіннен дағы басты, Очодан бастап көптеген Браво деген қақпашы. Наваста қаншама мысалға сейвдар жасады. Сол қақпашылардан чемпионаттан ұшып кеткен командалардың қақпашыларына беруі мүмкін бе жалпы? Әрине, 4-1 финалға шыққан командалардың ішінде біреу болуы мүмкін деп ойлаймын. Коста-Рика бар, Алжир бар. Енді Алжир енді 1-8 кетті, Коста-Рика енді басты үміт, Кейлерна басты. Ал Нойерге беруі мүмкін бе? Былай Нойер қақпасында көп қауіп болған жоқ деп ойлаймын. Сол секілді жаңағы Аргентина қақпашысы Ромерода әзірген плей-оффта гол жіберген жоқ, кеше пенальтиді қайтарды. Бірақ көпшілік оны бір үздік қақпашы деп жатқан жоқ. Бірақ Нойердің қақпашылықтан бөлек жаңағы соңғы қорғаушы либеро ойнағанын атап өту керек. Сол жағынан болмаса. Ал енді жаңағы жас ойыншы үлкен қателіктер жасаған жоқ енді, бірақ әлі финал бар алда. Енді жас ойыншыларды Хамис Родригеске сөзсіз беруге болатын шығар. Иә. Биылғы жылдың ашылуы болды деп ойлаймын, өйткені Колумбиядан Фалькао болмағаннан көп адам ойлап еді, дұрыс ойнай алмайтын шығар деп. Бірақ олай болмады. Қарап отырсаңыз енді біз көптен күттік, енді сол чемпионатта барлығы 64 ойын болса, соның осы кезге дейін 68 аяқталды. Өзіңіз бір кішкене соларға бір қысқа анализ жасап, өткен ойындарға қорытындылап кетсеңіз. Биыл несімен ерекшеленіп жатыр, қандай? Тосын толы болды деймін бұл чемпионат. Күтпеген нәтижелер көп болды. Әсіресе мына топтық кезеңнен еуропалық командалардың шыға алмай қалуы, кейінгі плей-оффтарда бәсекелестіктің аз болуына себеп болды деп ойлаймын. Өйткені Италия, Англия, Испаниядан шыға алмауы, шынымен Францияның Германияға ерте кездесіп қалғанда тағы да болмады. Францияның кемі жаңағы 3-ке ілуге мүмкіндігі бар ма еді негізі? Егер Германияға жолып қалғанда? Енді ойын бойынша Франция жақсы ойын көрсетті деп ойлаймын. Әсіресе орта шебі өте күшті болды. Балбуяни, мысалға үздік 11-ге кіреді деп ойлаймын. Ойыншының қатарына. Бензема да жақсы ойын көрсетті. Қақпашысын да атауға болады Лорис. Жалпы сізге қай құрама негізі ұнады осы чемпионат? Ең бір есіңізде қалатындай ойын көрсетті. Нәтижесіне қарап емес, жалпы ойын мәнеріне қарап айтқанда. Ойын мәнері сол маған Францияның ойындары ұнады. Францияның, Германияның, Голландияның ойыны жақсы болды. Сол еуропалық командалардың ойындарын ұнатты. Жалпы жаңағы оңтүстік Америкада еуропалық командалар жеңіске жетпегенде жатады. Биыл сол не бұзылуы мүмкін бе? Әлде сіз жаңағы Аргентина деген қағидаңыздан бас тартпайсыз ба? Әбден мүмкін. Негізгі фаворит Германия. Бірақ енді Аргентинаның құрлығы үшін ойнауы да мүмкін да, алып қалуы мүмкін деп ойлаймын. Бұл чемпионат тосын сыйларға көп, бұл финалда да барлық ойлағандай нәтиже болмауы мүмкін. Мысалы, Бразилия мен Аргентина, Барселона мен Реал сияқты да бір-біріне өте бәсекелес саналады. Мысалы, Бразилия жерінде Аргентинаның чемпион болуы жергілікті халықтарға бір әсер етпей ме? Олардың бір ашу-ызасын тудырып. Керісінше Германияға жақтасуы мүмкін, әрине, алаң иелері. Енді бұл футбол көреміз қандай болатынын. Жоқ, бұл мен сұрап жатқан жаңағы төрешілер тарапынан бір әділетсіздіктер орын алуы мүмкін бе деп жатқан. Төрешілер тарапынан осындай енді Германияға жақтасуы мүмкін бе? Төрешілер жағынан үлкен қателіктер болған жоқ бұл чемпионатта. Енді кейбір голдар санамауы, пенальти беруден басқа. Сондықтан ол финалда да ондай қателіктер болады деп ойламаймын. Бірақ финалда білмеймін, бір нәрселер болатын сияқты, соны бірақ көреміз енді оны. Тосын сыйлар болады деп күтесіз. Құрметті көрермендер, әлемдік мундиал бағдарламасының кезекті шығарылымы осымен аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған Аршат Ораз мырза, келгеніңізге мындай рахмет. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар. When the going gets tough, the tough get going.
Wanna